Қазіргі таңда құқықтық мәдениет, дүниетаным, ұғым, идеялар, білім, құндылықтардың жүйесін, құқық пен мінез-құлық қатынастарының әртүрлі институттарын қамтиды. Бұл Арман. Ол 3-ші сынып оқушысы. Әлі заң талаптарын білмейді. Егер Арман заңға қайшы іс-әрекет жасаса, ол үшін ата-анасы заң алдында жауап береді. Балалар теріс іс-әрекеттері үшін ересектердің ғана емес, заң жүзінде де жауапқа тартылатынын түсіне бермейді. Мұның негізі себебі өз құқықтары мен міндеттерін білмеу. Құқықтық мәдениет мораль және адамгершілік нормаларымен тығыз байланысты. Сондықтан Арманның ата-анасы оған құқықтық мәдениеті үйретуі тиіс. Басқа балаларды ренжітуге, олармен төбелесуге және өзгелерге құрметсіздік көрсетуге болмайды. Біреудің мүлкіне залал келтіруге, оны тартып алуға, ұрлауға болмайды. Бөтен үйге рұқсатсыз кіруге болмайды. Құқықтық сауаттылық бұл адамның өз құқықтары мен міндеттерін білумен қатар, олардың бұзылуына жол бермеу. Ал бұл Аида. Аида университеттің 4-ші курс студенті. Арманға қарағанда Аиданың құқықтары мен міндеттері көбірек. Сәйкесінше, оған жүктелетін жауапкершілікте салмақтырақ. Аида кәмелет жасқа толған және қалай әрекет ету керектігін өзі шешеді. Сондықтан ол ісіне өзі жауапты. Заң талаптарын білмей, келеңсіз жағдайларға тап болмас үшін, жұмысқа орналасу, тұрғын үй сатып алу, келісім шарттар жасау кезінде, ол өз құқықтары мен міндеттерін нақты білуі тиіс. Құқықтық мәдениет азаматтың құқықтық санасының даму деңгейінен, құқықтық қызметі мен мінез-құлық нормаларынан қалыптасады. Бұл Саят. Саят кәсіпкер. Оның да Аида мен Арман сияқты құқықтары бар. Бірақ міндеттері көбірек. Саят кәсіпкер ретінде белгілі бір құқықтық сауаттылық білімімен қатар, мемлекеттік органдардың құрылымдарын түсінуі, құқық нормаларын практикалық тұрғыда іске асыру, іс жүргізу тәртібін және оларды қорғау шараларын білуі тиіс. Бұл Саятқа өз бизнесі үшін алаңдамай, заңды түрде кәсібін жүргізуге мүмкіндік береді. Құқықтық сауаттылық жас ерекшеліктеріне қарамастан, кез келген жағдайда адамның өз құқықтары мен міндеттерін нақты түсінуі. Демек, заң аясында жасалған іс-әрекет қауіпсіздіктің кепілі. Егер сіз құқықтық салада қандай да бір мәселені шеше алмасаңыз, білікті заңгерлердің көмегіне жүгіне аласыз. Әрбір азамат өзіне қатысты барлық мәселелер бойынша өз пікірін еркін білдіруге құқылы. Мемлекет өз кезегінде оның құқықтарының қорғалуына кепілдік береді. Өз міндеттеріңізді біліп, құқыңызды қорғаңыз. Заңды білмеу жауапкершіліктен босатпайды.